мемлекетінің Алашорда партиясының бас төрағасы, Тезек төре шөбересі Қитанұлы Батырбектің Қазақстан Республикасының экс-президенті Назарбаев Әбішұлы Нұрсұлтанға ашық хат. Тамырыңызға аш су кеткенін сезгендей, табаны күйген тауықтай ыршып секіріп, патшалық тағыңызбен кабинетіңізді, айналаңыздағы жүрегінің түгі жоқ, рет сөзін айта алмайтын, айтқаныңыздан шыға алмайтын, халықтың келешегін ойламайтын, ұлы қазақтың салт дәстүрінде жоқ әрі жат мінезді, бармақ басты, көз қысты, ләппайға зар болып жүрген жағымпаз жалатайлары мен арбаның алдыңғы дөңгелегі қалай айналса, кейінгі дөңгелегі солай айналады. Бір құмалақ 40 қарынды шірітеді. Қоян жүректі қорқақтардың біріне асығыс тапсыра салғаныңызға жол болсын. Сіз өзіңізді ұлы қазақтың шапырашты руының атымен кебінін жамылып алған ата-бабамыздың дұшпаны әрі халық жауы жоңғар екеніңізді тағы бір дәлелдедіңіз. Неге дегенде өзіміздің кіндік қан тамған ұлы Қазақия жеріндегі қазақ азаматтарын үйсіз, күйсіз, айдалаға қаңғыртып, бас пайдасынан аса алмайтын, нәпсісін тия алмайтын, тойымсыз қарға құзғындарға жем қылып, соқыр тауық ми эксплуататорларға еңсесін көтеріп жүре алмайтындай дәрежеде құл қылып қалдырдыңыз. Мал семіздікті көтереді, онда да пышаққа ғана жарайды. Адамзат семіздікті көтере алмайды. Әсіресе алғыстың орнына қарғыс алып, арам жолда арам дүние жинап, арамзада болып, атақ, даңқ, мәнсап құмар, аспанды тіреп тұрғандай, битпен біргенің қабығына оранып алған қанішер, зажиганесі поздний бесогондар, тупорылый недогондар ісіп семіріп мінез көрсетсе, бас пайдасында жүрген капиталистер мен оккупанттар шешесінің жатырынан түскен кезде халықтың қазынасын мен алаш жұртының жерін оккупировать етіп, иемдеп арқалап түскен жоқ. Олар да ел қатарлы жалаңаш болып, 5 күндік жалған сынақ өмірге келіп, демі бітіп бақилық болып, о дүниеге аттанарда қара жерге жалаңаш болып кіреді. Сол үшін сіз емес алаш жұртының тағдыры мен жеріне тура келгенге тізгінді ұстатып тапсыра салатын. Неге дегенде жеген нандарыңызды ақтай алмадыңыздар. Сол үшін алаш жұртының алла бендесі алаш перзенті ел тағдырының кілтін әрі тізгінін, елдің қал-ауқаты мен елдің жағдайын жақсартып, үддесінен шығатын өз ұлтым, салт дәстүрім, ана тілім, келешегім деп жүрген ел аға қайраткерді өздері таңдап, халық қазынасының есебінен состав комиссиясында құрып, қарапайым қара жаяу халықтан әділ сайлауда әділ дауыс беріп, ата-бабаның аманатын орындайтын қайраткерді қара жаяу халықтың өзі шешсін. Әне сонда парақорлық жойылады. Қазақия мемлекетінің алаш перзенттері, ата-бабаның ұраны алаш, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ата-бабаның аманатын 300-дің әрбір азаматы бірігіп, ауызбіршілікпен сана сезіммен жөнді орындасақ, ата-бабаның рухы қуанғаннан жатқан жерінде бір аунап түседі. Жаратушы ием Алла тағала көз тұлсықпа ауру бәле мен жаладан, шайтандар мен дұшпандардан сақтайтын ақиқат. Алашорда партиясының бас төрағасы Тезек төре шөбересі Қитанұлы Батырбек 23 наурыз 19 жыл